Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен дәл осы пиццаның, бургердің, хачапуридің және де бауырсақтың барлығының бір ғана қамырдан жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл қамырдың рецептісі маған өте қатты ұнады. Өйткені пиццада, бургерде әрқайсының өзіне идеальный қамыры болып шықты. Хотя ол бір ғана қамырдан жасалса да, әрқайсысы өзінің дәмімен де, жұмсақтығымен де өзіне керемет болды. Сол үшін де мен видеомды соңына дейін қараңыздар. Ұнаса пікірлеріңізді қалдырып жаза кетіңіздер. Мінекей пиццамыз осыны жұмсақ әрі жұқа болып шықты. Ең алдымен ыстық сумен, менде салқын сүт болғаннан кейін ыстық суды қолдандым. 300 грамм ыстық су және де 300 грамм сап-салқын сүт болды. Екеуін бірге араластырып, менде жылы масса болды. Үстінен кішкене ғана жарты қасық тұз, бір қасық құмшекер, 30 граммдай сары май, бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып алдым. Мінекей жақсылап араластырып алғаннан кейін жарты қасық содаға үстінен уксусты құйып, гасить етіп, оны қостым және де бір қасықтай дрожжды салып, жақсылап араластырып алдым. Жақсылап араластырып болған массамыз әдемі болып көтерілу үшін оның бетін жауып, пленкамен жауып, 5-10 минутқа көтерілуге қойып қойдық. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Массамыз әдемі болып көтерілді. Мінекей. Енді бұл массаның үстіне ұнды қосатын боламыз. Ұнды барлығын бірден салмаймыз. Оны ақырындап аз-аздан салып, араластырып тұру керек. Міндетті түрде ситадан өткізіп салу керек. Бұл жерде оның 900 граммдай кетті. Неке дәл осындай аздан салып, араластырып тұру керек. Мінекей, енді оның барлығын салдым. Енді қолменен жақсылап араластырып алу керек. Мінекей, қолмен осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін осылай қолға жабысыңқырап тұр. Осы жабысқан кезде үстінен кішкене майды құйып, пісте майымызды құйып, осылай тағы да бір рет араластырып алып, осындай жұмсақ қамыр болу керек. Үстінен осылай пищевой пленкамен үстінен пакет кигізіп, жылы жерге орап қою керек. Мінекей біздің қамырымыз осылай көтерілді. Бұл бірінші көтерілгені. Бұны тағы да кішкене қолымызды майлап, қамырды бір-екі рет басып, оны қайтадан бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамыр осында биік болып көтерілді. Биік әрі жұмсақ болып көтерілді.
Енді бұл қамырымызды кішкене ұнға аунатып, осылай әр бөлікке бөлдім. 2 пиццаға, 6 бургерге, 2 хачапуриге және де біреуін бауырсаққа бөліп алдым. Мен осы бір қамырым осынша бөліктерге шықты. Міне осы бургердің қамырларын осылай домалақтатып, противеньге қойып, бетін жауып, оның кішкене көтерілуге қойып қойдым. Енді бұл пиццаға, әр бургерге бір соусты жасайтын болдым. Ол соусқа осындай помидор, чеснок, менде мында сацебели салаты бар еді, соны араластырдым. Чеснокты біреу ғана қоссаңыздар болады. Бұл өте ащы болды. Ащы дәмі өзіме ұнағаннан кейін 3 қостым. Сіздер біреу ғана қоссаңыздар жеткілікті. Үстінен құмшекерді салдым және де пісте майды салып, оны блендермен езіп алдым. Міне соусымыз дайын болды. Жаңағы бургерлеріміз осылай жұмсақ әрі биік болып көтерілді. Оның әрқайсының бетіне осылай жұмыртқаның сарысымен жағып шықтым. Үстінен кунжутты сеуіп, қызып тұрған пешке 20 минуттың көлемінде пісіріп алдым. Беті қызарғанша. Оны ұзақ пісірген жоқпын. Міне бургерлердің қамыры осындай әдемі болып пісті. Биік әрі жұмсақ булочки сияқты болды. Мен бұл бургерге жаңа жасаған соусымызды жақтым. Оған котлеты, помидор, огурцы және салатный листті қолдандым. Котлеттің жасалуын мен бөлек видеоға салатын боламын. Өте дәмді әрі жұмсақ, сочный болып пісті. Үстінен кішкене осындай майонезді қостым. Неге енді бұл пиццаның қамыры? Пиццаны жұқа қылып осылай қолменен домалақтатып алдым. Оны оқтаумен де жасасаңыздар болады. Үстінен осылай жаңағы дайын болған соусты осылай жағып, сырды салып, үстінен колбасамызды қойып, қызып тұрған пешке 5-6 минутта ғана пісіріп алдым. Міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек. Қызған пешті 180 градусқа қойып 5-6 минут қана пісіріп аламыз.
міне 5-6 минут қана пісіріп алдым. Кәдімгі пиццерияда беретін пиццалар сияқты жұмсақ, әрі жұқа болды. Ешқандай да кем емес пиццериядан. Қамыры өте. Мінекей енді екінші қамырымыз. Дәл солай қолменен жұқа қылып жайып алдым. Үстіне жаңағыдай соусты салып, сырды салып, екінші пиццаға мен колбасаны турап салуды ұйғардым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша тек қана помидор қойсаңыздар болады, немесе саңырауқұлақ қойсаңыздар болады. Мен балаларым тек қана осындай колбасамен жейтін болғаннан кейін екеуінде де колбаса қостым. Енді үшінші қамырға мен осындай хачапури жасадым. Хачапуридің қамырын осылай жұқа қылып жайып, оны екі шетіне сырды салып, сырды салғаннан кейін оның жан-жақтарын бекітіп, бортик жасап, бортиктің жасалу себебі кейін піскен кезде бетіне жұмыртқаны салу керек болады. Сол кезде жұмыртқамыз ағып кетпес үшін. Осындай бортик болды міне. Бұны да қызып тұрған пешке 15-20 минут қана пісіріп аламыз. Жұмыртқаның сарысыменен бұғаны жағып, мінекей осы қамырымыздан осынша пицца, бургер, хачапури, бауырсақ жасалынды. Бұл қамыр өте тиімді қамыр деп ойлаймын. Өйткені бұл қамырға әрқайсысы өзіне лайықты болып пісті. Әрі дәмді, әрі жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Бұл қамыр маған өте ұнады. Мен отбасыма да өте қатты ұнады. Сіздерге ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Осындай дәмділер жасап, отбасыңызды қуантып жүре беріңіз.